Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Кітапхана қорына жаңадан келіп түскен кітаптармен таныстыру мақсатында ұйымдастырылған кітап оқу тұлға биігіне баспалдақ атты кітаптар көрмесіне қойылған әдебиеттердің қысқаша таныстырылымын назарларыңызға ұсынамыз. Алғашқы кітап Нұржан Кішкенбаевтың «Америка. Шетел көрген қазақтар» атты 2023 жылы жарыққа шыққан еңбегі. Америка әлемдегі ең қуатты әрі қарқынды дамыған елдердің бірі. Бұл елге табан тіреуді армандап, америкалық бағыттың жетегінде жүрген жандар аз емес. Бірақ Американың біз білмейтін қандай тұстары бар? Ондағы қазақтар қалай өмір сүреді? Міне бұл сұрақтардың жауабын дәл осы кітаптан табуға болады. Шығармаға арқау болған жандар Америкада өмір сүріп жатқан қазақтар. Әр кейіпкер өзі куә болған жайттарды, басынан кешкен оқиғаларды қаз-қалпында баяндайды. 2023 жылы «Отбасы хрестоматиясы» сериясымен шыққан «Миғражнама оқиғасы» атты кітаптағы аңыздар Сияр Шәріп кітабынан ықшамдалып алынды. Кітапта 19 ғасырда өмір сүрген қазақ ақыны Шәді Жаңғырұлының Назым Сияр Шәріп кітабынан алынған аңыздар берілген. Кітап Әзіреті Мұхаммед пайғамбардың өмірі мен хикметіне қызығатын оқырмандарға арналады. 2023 жылы жарық көрген «Қабуснама» атты кітапта Кейқауыз патшаның 63 жасқа келгенде өзінің ұлы Ғиланшаққа арнап жазған өсиеті туралы баяндалады. Кітапта патша ұлына «Менің дүниедегі жиып терген ең қымбат асыл қазынам, саған арнап жазған осы үгіт-насихат кітабым» дейді. Кітаптың мазмұны адамгершілік, әділдік, ар-ұят, махаббат, мейірім, жауапкершілік сияқты рухани феномендерді насихаттайды. 2023 жылы жарыққа шыққан Әзірет Сұлтан аңыздары атты кітап Яссауи феномені кітабынан ықшамдалып алынған. Кітапта Қожа Ахмет Яссауи мен оның шәкірттері жайлы аңыздар берілген. Пис Аллан мен Барбараның дене қимылы тілі ым-ишара арқылы адам ойын оқуға бола ма атты кітапта дене қимылдары мен ым-ишараттардың адам өміріндегі маңызы жайлы құнды ақпараттар берілген. Нақты дәлелдерге сүйеніп жазылған еңбекте күнделікті қайталанатын ым-ишараттарды дұрыс қабылдап, орынды қолдану жолдары ұсынылады. Адамның жүріс-тұрысы, қозғалысы, өзгелермен қарым-қатынасы арқылы ішкі күйінен қалай хабар беретіні ғылыми деректерге сүйене отырып жеңіл тілде түсіндірілген. Кітап пен кітапхана бар жерде ұрпақтар арасында жалғасып жатқан интеллектуалдық ұлы серпін ешқашан тоқтамайды деп қазақтың біртуар жазушысы Әбіш Кекілбаев айтқандай, құрметті оқырман, дәл осындай біздің бай кітапхана қорымен танысу үшін Арқалық қаласындағы облыстық номер 2 Әмбебап ғылыми кітапханасына келіңіздер.